Армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі ұсынатын әңгімеміз әруақ бізді қолдай ма? Әңгіме ұнаса лайк басып подписаться етуді ұмытпайық. Ендеше кеттік. Жалпы әруақ сөзі рух сөзінің тек көпше түрі ғана екенін білеміз. Ислам дініне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахих хадистеріне үңілсек, әруақтың қолдауы туралы нақты айтылмайды. Тіпті ислам діні бойынша Алладан өзге нәрсеге табыну мүлдем жат, яғни Аллаға серік қосу деп айтылады. Дұрысақ, Алладан басқаға серік қоспақ емеспіз. Бірақ қазақ халқы әруақты неге сонша биік қояды? Тіпті әруақты әулие тұтып, одан адамның қолы жете бермейтін бір нәрсе сұрау әдеттері әлі де бар. Яғни, өмірден өткен адамдар тірі адамның басына қиындық түскенде көмектеседі деген түсінік қалыптасқан. Осы қаншалықты рас. Ал сонда адамдар қатты күйзеліске түсіп қиналғанда, оның түсіне кіріп, қолдау білдіретін о дүниелік туыстарының сонда кім болғаны? Ондай оқиғалар көптеп кездеседі емес пе? Егер ислам дінінің көзқарасымен алып қарасақ, әруақ, рух, яғни о дүниеге кеткен адам қайтып оралмайды, және ол барзақ әлемінде болады. Одан ешқандай тірілерге пайда жоқ. Қайта керісінше, тірілерден оларға Құран бағышталса, шарапаты тиюі мүмкін екенін білеміз. Бірақ адамдарға көмектессе, тек періштелер ғана Алланың әмірімен көмектесуі мүмкін екендігі айтылады. Сонда біздің ата-бабаларымыздың жауға әруақ деп аттандауы қайдан шықты? Қысқасын айтқанда, біздің халық әруақты қолдаушы, жебеуші күш ретінде санауы күні бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Жарайды, әруақ жайлы түсіндік. Ол о дүниелік адамның рухы деп сендірсек, бәрібір атам қазақ әруақтан сұрайды. Одан көмек болмаса, әулие әмбие аралап, солардан көмек болады деп сенеді. Ал әулие деп жүргеніміз кімдер? Әулие ерекше діндарлығымен, дін жолына кіршіксіз берілгендігімен, халық сеніміне ие болған қасиетті тұлға. Әулие халық арасына ерекше діндар тақуалығымен, шипа дарытқан емшілігімен әйгілі болған керемет қасиетке ие қауымға рухани тәрбие жүргізуші тұлға. Сонда сол әулиеден сұрауымыз керек пе? Ол да кезінде пенде болды емес пе? Алланың жаратқан пендесі емес пе ол да? Біз одан неге бір нәрсе сұрауымыз керек деген бір жақты ұғым туындауы мүмкін. Осы ретте асықпағанымызда жөн секілді. Ең алдымен о дүниелік кісіге біз тірілер артынан Құран оқытып, барынша құрмет көрсеткеніміз жөн. Неге? Егер біз олай етпесек, яғни өлген кісіге қайтыс болған соң әруағына тіл тигізбей, оған құрметпен қарамайтын болсақ, біздер, яғни адамдар, осы дүниедегі көзқарасымыз басымырақ болған соң, бізде мынадай ой туындайды. Ол ой мынадай: егер мен өлсем, ешкім де мені керек қылмайды екен. Не балама қажет емеспін, не жұбайым керек етпейді. Мен өлдім, яғни өштім, болдым. Өмір осымен бітті. Онда мені өлген соң құрметтемесе, мен неге бүгін ақтер көктер болып қиналып, оларды асырауым керек? Неге артыма жақсы іс қалдыруым керек? Бәрібір емес пе? Бүгінгі күнмен өмір сүрмеймін бе деген секілді эгоизм қалыптасады екен. Ал керісінше, өлген кісінің артынан жақсы естеліктер айтып, жақсы адам еді деп ара кідіп қайғырып, сағынышпен еске алып отырса, оны көрген өзге жандар мені де осылай жақсы жағымнан еске алып отырса деп, мына өмірдің жалған екенін, өткінші екенін білсе де, өзінің есімінің неғұрлым ұзақ сақталатындығын қалайтыны заңдылық. Ертең өмірден өтсем, мені ұмытпаса екен,
артымнан Құранын бағыштап, жақсы сөздерін айтып, мен туралы жиі еске алса екен деген ой түкпірінде бір түсінік жататын секілді. Жарайды, Құдайға сенетін кісілер осы дүниеде тек жақсылық жасап өтіп, о дүниеге жақсы амалдар жинауы мүмкін. Ал Құдайға сенбейтіндер мен жартылай сенетіндер ше? Міне, менің ойымша, олар артымда жақсы сөз қалсын, ұрпағым менімен мақтанатындай болсын деген секілді. Былайша айтқанда, әрқайсысы есімдерін тарихта қалдырғысы келуі үшін, кейінгі ұрпаққа жақсы есімін қалдырғысы келуі ықтимал. Мысалы, сенің әкең керемет жомарт адам еді, немесе сенің атаң шылқыған бай болатын, ол кісі өте батыр кісі еді, қаншама жанды құтқарып қалды деген секілді әрдайым өздерінің есімдері мәңгілік айтылса деп ғұмыр кешуі де ықтимал. Ал керісінше, оның атасы немесе әкесі өте жаман адам болатын деген сөзді естігісі келмейді. Неге? Өлген соң бәрібір емес пе? Жо, міне мұнда адамның өзі үшін емес, ұрпағы үшін алаңдайтынын аңғарамыз. Себебі жақсы адам болатын десе, ұрпағының да жолы ашылып, барлығы жақсы адамның ұрпағы деп қолғабысын жасайды емес пе? Ал жаман, нашар адамның немересі десе, барлығы сырт айналып, мұның ұрпағының күні не болмақ? Өмірден барлық қиындықтар алдынан шықпайды ма? Ал одан әрі не болады? Әрине, өмірдің қиындығына шыдамаған ұрпағы одан әрі дамымай, көбеймей, мұның аты шежіреден тоқтайды емес пе? Иә, бұл жерде ешкімнің ішіне кіріп шыққан жоқпыз, бірақ біздің ұлттың көбінің түпкі ойы осыған саятын секілді. Анығы бір Аллаға аян. Қалай десек те, біздің әруаққа тіл тигізбеуіміздің соңында осындай үлкен философиялық ой жатқан секілді. Ал құрмет тұтып, кір тигізбеген нәрсе қашанда биіктеп, тіпті аңызға айналып кетуі заңдылық. Содан барып, пенде дүниеден өткен соң, әруақ, ал түрі күнінде біраз артында игі іс қалдырса, одан әрі бірнеше жыл немесе ғасырдан соң әулиеге айналуы ғажап емес екенін аңғарамыз. Мұнан шығар қорытынды, адамды тірі кезінде бағалап, жақсы істерді атқарып, ал өлген соң құрмет көрсетсек, ешқандай сөкеттігі жоқ екенін аңғарамыз. Ал о дүниелік адамнан ешкімге ешқандай пайда жоқ, оған ешқандай Құран оқыту дұрыс емес десек, оны көріп отырған сен де өз әкеңді сыйлаймысың. Сенің балаңда саған көмек қолын созуы екі талай. Себебі мен өлсем ешкімге керек болмай қаламын деген ой жоғарыда айтқанымыздай эгоизмге алып келеді. Ал адам бар жерде қоғам бар. Қоғам бар жерде эгоизм ұзаққа бармайды. Құрметті Неге каналын тамашалаушылар, әңгіме ұнаса, лайк басып, лайықты түрде комментарий қалдырыңыздар. Ең бастысы подписаться етуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазады деп сенемін.